Сонда тренерді қинайын деп жатсың ғой, иә? Пресс көп. Менің тренерім тағы тасиды. Кім бірінші болып суын таусады, сол жеңімпаз. Ертең тренировкаға бармайды. 8 ба? Қалай? Солай? Иә? Мен жеп қойған жоқпын. Ойынның атын білмеймін. Бірақ заты жарыс. 15-20 килограмм болып қалған шығар. Енді 30 деп айта берейік, кім біліп жатыр. Иықтарым бәрі Кәдімгі қатып қалды. келесі сияқты ғой, бұқанмен сүзісу. Бүгін тренировка бармай қойсақ болады екен ғой. Барамыз бері. Барамыз, Достар, сәлем. Бүгін бізде ерекше шығарылым болайын деп тұр. Менің досым, әрі шәкіртім Төреғали Төрелі қонаққа шақырды. Ауылға келдік. Ұстаз, қалайсың, ұстаз? Қалайсың? Шаруамен жүрмін, қорада неше түрлі шаруалар менде. Шаруаңыз күшті екен, киім кәдімгідей, қазақи. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіз мен фитнес залда қинайтын едіңіз ғой? Иә. Аны көтер, мынаны көтер, не фитнес дегендер бар еді ғой ішінде. Енді соның бәрін қазір ауыл шаруашылығына айналдырамыз. Оның орнына күрек, гантельдің орнына, штангының орнына шөптер бар. Тағы да аяққа упражнениялар міне атпен жасаймыз. Сонда тренерді қинайын деп жатсың ғой, иә? Сіз мені қинаймыз, мен сізді қинаймын. Жарайды, дайынбыз. Дайынсыз ба? Сосын айтпақшы анау қымыз шұбат ішеміз. Полный табиғи ғой, иә? Иә, оригинал болады. Жақсы. Қош келдіңіз. Ұстаз, жүріңіз. Кет. Акбар ағай. Залда сен мықтысың, ауылда мен мықтымын дейді. Талпақа. Төреш. 1 минут уақытымыз бар, иә? Шөп тасимыз ғой, иә? Қалай тасу керек екен, маған көрсетіп жіберсең. Иә, 12-ден 4 пат құрды. Ойнап айтам, біреуі енді ары кетсе бір 15-20 килограмм болып қалған шығар. Енді 30 деп айта берейік, кім біліп жатыр. Соны екі қолға алып, қораның ішіне кіріп тастаймыз. Екеуміз жарысамыз ба? Жарсақ? Бір минуттың ішінде кім көп апарады екен. Иә, жарсақ. Ұстаздың жолы үлкен дейді, сол үшін шәкірт бастасын. Сонымен 1 минут уақытымыз бар, бастаймыз. 30 килограмм кетті. Төреш, жүгір. Өз-өзіне қатты сенеді екен, а? Шарттың күші. 6 келі кетті. Өте жақсы. Әр қолда 15 келді. Білмеймін, залда қатты көтермейді негізі. Жақсы, 90 келі кетті. 15 секунд бар, уақыт бар, Төреш, таста. Тастасын, тағы бүрін кет, давай. Жемем үшін біткен жоқ бәлі. 5 секунд қалды. 3, 2, 1, ой. Жеңіле салдың, бар ғой? Екеуін алып кетуім керек еді. Жетістік болды, 15 келден ол 105 келі. Дұрыс па? Келі сәңі келі. 105 келі апарды. Енді мен қанша таситынын көрейік. Көрейік. Қазір мынау пресстеліп тұрған жоңышқа барды. Пресс көп. Менің тренерім тағы тасиды. Мен енді қазақтың саны киелі саны 7 болғаннан кейін 7-еуін тасыдым. Ал ұстаздың қанша таситынын көрейік. Мен дұрсам, Төреш. 2. Кеттік! Кетті, әдемі. Боқ, боққа шалынып атырым. Ма боққа шалынып атырым мен. Әдем. 20 секунд дүргірейін сағда. Жеңілмеу керек, Жеңілмеу керек, тренерге ят болады. Кетті. 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2,
Болмады. Тамаша. Алдым жұмысадан ау. Кардио. Иықтарым бәрі кәдімгідей қатып қалды. Сосын бицепс деймі? Бүкіл бұлшықеттерім. 8 ба? Қалай? Солай? Иә? Мен жеп қойған жоқпын енді. Қош. Ничего жасаттыңыз ба? Рахмет. Мынау не, братан? Бұның аты ванна, қазақшасы ванна. Шелекті аламыз, әркім өзінің бөшкесінің ішіндегі суын тауысу керек. 2 минут уақыт беріледі. Кім бірінші болып суын тауысады, сол жеңімпаз. Ертең тренировкаға бармайды. Жарайды. Келістік. Өйткені мен басында көбірек толтырып көп тасыдым. Сіздермен бірге мен Төреғали Төрәлі және де менің ұстазым Акбар мырза. Сонымен қазір қарайық, кім көп тасыды, иә, суды? Бұлай қарасың тең-бетең сияқты, иә? Жарайды, тең-бетең екен. Аха. Келесі жаттығуға көшеміз бе? Қандай жаттығу болады енді? Келесі жаттығу бұқанмен сүзісу. Біз енді мына шөптерді жерге қойдық, сосын бір-екі баллондарды қойдық. Енді бұл ойынның атын білмеймін, бірақ заты жарыс. Бұл ойынның шарты жерде тұрған шөптердің, баллондардың атып баратын жаңа астаудың нелерінің бәрін сыртынан айналу керек. Біреуінің ішінен айналу керек, кейбіреуінің 360 градуста айналу керек. Чүк! 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 Ортасынан кеттік.
Да ё-моё! Быстрее, чем было. 50 Будем секунд. брать этот результат. Ладно. Ничего, я старался. İzle. Вот так, да. Tip ettin beni. Хорошо, давай продолжаем. Мамочка. Вот все, что самое. Секунд тuzağını aldın. Сонымен Төреш 35 секундте жетті, мен 50 секундте. Есеп 2-де 2, Төреш жеңді. Енді бір соңғы решающий жаттығу бар. Onu қазір жарнамадан соң айтамыз. Мен Ақбар Жармағанбетов. Сіздерді Алматыдағы ең үздік жаттығу залдарының желісіне шақырамын. Сонымен достар, соңғы шешуші сайыс жерден шапқыны көтеріп алу керек. Иә. Баяғы теңге алу деген қазақтың ойындары. Бұл жерде енді қолмен иыққа күш түседі. Тек бір-ақ қана қолға жасаймыз Сонда жаттығуды. бір қол мықты болу керек қой, иә? Иә, сонда бір қолға жоқ деген 70-80 килограмма жаттығу жасалады. Бұл жаттығуда 3 мүмкіндік беріледі екен. Аттың үстінде отырып жердегі шапқыны еңкейіп, кім 3 рет жылдам көтереді, сол жеңіске жетеді. 1, 2, 3, кеттік. 1, кетті. Екі. Давай. Өте жақсы. Қанша уақыт? 28-53. 28 секундтың ішінде Төреғали 3 рет көтерді шапқыны. Біз қанша рет жасайды екенбіз, көрейік. Ақбар ағай, мен сізге жеңіс тілеймін. Менен де жылдам алуыңызға тілектеспін. Өйткені анау жерде жатқан менің шапқым құлағым тоңқат бос кез! Нағыз қара күшті қазір көресің. Ал кәнеке. Бастаймыз ба? Бастаймыз. 1, 2, 3. Мә! Бір! Екі! Мә, бұл қамды ме? Үш! Кет, құтты болсын, шын жүректен құттықтап жіберейін. Рахмет, Төреш. Енді біз сіздерге қалай дұрыс тамақтану керек екендігін үйретеміз. Бұл жерде қуырдақ дайындап жатырмыз. Нағыз қазақтың тағамы. Тренировкадан кейін жақсылап тұрып, нан батырып тұрып жейтін. Бұл сексеуілдерді жағып жатқан себебіміз кәуап дайындаймыз. Қойдың қалған қабырғаларынан қуырдақ жасасақ, қалған жақсы етті жерінен кәуап жасаймыз, шашлық жасаймыз. Аман-есен жаттығуымызды аяқтадық, былай айтқанда жарысымызды. Жеңімпаз әрине менің ұстазым, тренерім Ақбар, біздің режиссер, мен актер досым, бауырларым, аға достарым. Бәріміз дастархан басына жайғастық. Енді біздің питание, дұрыс тамақтану, сондай мықты аспаздардың қолынан шыққан кәуап, қазақшасы шашлык. Бауырлас достас халқы бар, дархан ел деген даңқы бар. Қазақтың тойы бітпесін, тегі бар терең салты бар.